Барлығыңа сәлем. Сіз аттракциондарға барғанды жақсы көресіз бе? Ал аттракцион мынандай болса ше. Видеомыз басталмастан бұрын лайк басып, осы видеоға әдеттегідей 3000 лайк жинап тастайық. Оған қоса, біз 30.000 жазылушы санына жетуге өте жақын тұрмыз. Арнаға тіркелмегендер болса, тіркеліп кетейікші. Ендеше, сіздермен бірге QRF ұжымы, бүгін біз дәл осы аквапаркте болған 10 жасар Калеб Швабтың сұмдық оқиғасын қысқаша баяндап береміз. Bir үйде 3 бірдей мүгедек бар. 3 бірдей мүгедек бар. Шағыр анамыз ол кісілерге қарайды. Өте қиын. Достарым пәленшен той қызын ұзатып жатыр, баласын үйлендіріп жатыр дейді, ондай жерге барамаймын да. Үйде естіп жатырмын. Ондай жерден жіпті көрсем, осы асыл үлестан бігін. Қайсы жіптаңынан да отқа таста жіберем аламды қойш. Қызымнан оғыл қойш, әкесен қамбасыл, әкесінің тілі бір ғой. Қызымнан оғыл шығар дейміз. Кейде мына балама да ұрса, майса өзің ептесей сен жүресің ғой, сөйлесің ғой деймін. Психологический жағынан бар да балам енді ол. Денім сау болыңызды бұндай тірлік болмасын деді. Қолдан келгенше көмек береш ағайындап, енді өздерін көріп тұрсыңдар, қиын отбасы екен. Сіздерге тенеміз, барынша қолдау сіздерге. жылы Шлиттербан аквапарк иегері Джефф Генри әлемдегі ең биік әрі ең жылдам горка жасағысы келеді. Джон Скулли есімді кісіні дизайнер етіп жалдап, бұрын соңды ешкім естімеген нысанды жасағысы келді. Басшылар, инженерлер мен дизайнерлерге барлық жұмысты 3-4 есе тез аяқтауды талап етеді. Аттракцион Ферюк деп аталады. Немісшеден қазақшаға аударғанда сұмдық, таңғаларлық дегенге ұқсайды. Бұл горка Гиннестің рекордтар кітабына әлемдегі ең биік горка ретінде енген. Джеффтің басты мақсаты келген қонақтардың жүзіне қуаныш үйіріліп, өмірлерінде ұмытылмастай сәт қалдырғысы келді. Ферюк горкасында сағатына 105 км жылдамдықпен басынан аяғына дейін небәрі 18 секундта келесің. Бұл Джефф Генридің ең үлкен жетістігі еді. 2014 жылдың шілде айында аквапарк алғаш рет ашылғанда барлық келген қонақтар керемет пікірлерін білдіріп жатты. 2 жылдан соң 2016 жылдың 7 тамызында Канзас-Сити қаласында күн тамаша болып тұрған еді. Сол күні Шлиттербан аквапаркінде жеңілдік болады. Яғни Канзас-Сити қаласындағы әжептәуір қызметтегі адамдарға аквапаркке кіру, оған қоса түскі ас та тегін болды. Сол күні аквапаркке былайша айтқанда депутаттың отбасы келеді. Горкаға отырған адамдар 17 қабаттық үйдің төбесінен сағатына 105 км жылдамдықпен төменге түсуға жетеді. Аквапарктегі ережелерге сүйенсек, гонщиктің бойы 137 сантиметрден биік болу қажет. Ал горкаға отырған 3 адамның салмағының қосындысы 180 мен 250 кг арасы болу қажет еді. Отбасыдағы 10 жасар Калеб Шваб әкесіне осы горкаға отырғысы келетінін айтады. Баланың бойы 150 сантиметр. Солай ол жоғарға көтеріліп, арнайы орындыққа отырады. Қызметшілер оған жапсырғыш белбеу тағады. Баланың артында оның апалары отыр еді. 32 жасар Ханна Баронс және 25 жасар Матрако Бейтс. Қақпа ашылып, горка алға қарай жүре бастайды. Төменге өте қатты жылдамдықпен түскеннен соң, енді жоғарға көтеріле берген сәтте,
Калебтің белбеуі шешіліп кетіп, бала төбеде тұрған темірге мойны тиіп, басы шаулып түседі. Барлық қызметшілер қорқып, Калебке қарай жүгіреді. Бірақ оның жағдайын көріп, көмек көрсете алмайтындарын түсінеді. Калебтің артында отырған екі апасы орындарынан қозғалмай отыр екен. Бірақ оларға да зиян тиіп, медициналық көмек керек болып қалады. Оқыс оқиғадан соң Шлиттербан аквапаркі тексерілуден өту үшін жабылады. Арадан 2-3 күн өткен соң аквапарк қайта ашылып, Феррюкт горкасы жабық тұрады. Барлық ата-аналар осыдан соң қауіпсіздікті барынша сақтауға тырысады. Алғашында эксперттер Феррюкт ашылмай тұрып, Джеффке бұл қауіпті екенін айтқан. Сондықтан бұл горкаға 16 жастан асқан адамдар ғана отырса дұрыс болады деген. Джеффтің инженерлік білімі аз болғандықтан, одан да 14 жасқа лайықта деп ұсыныс тастаған. Ал аквапарк ашылуға жақын уақытта барлық жақсы шектеулер алынып тасталады. 10 жасар Калебтің салмағы 34 килограмды құраған еді. Қызметшілер оған алдына отыруға рұқсатын берді. Артта отырған апасының салмағы 125 килограмм, ал ортасындағының салмағы 89 килограмм еді. Барлығын қоссақ 248 килограмм. Осыдан соң плоттың алды көтеріліп, оқыс оқиға орын алады. Оқиғаға куәгер болған Эстебан есімді азамат осы Феррюктте 14 жасар қызы және ағасымен сырғанайды. Қызының айтуынша, горка соңына жете бергенде жапсырғыш белбеуі шешіліп кетуге жақын қалған екен. Кейіннен бұл Феррюкт горкасының ашылу рәсімі 2 рет кейінге қалдырылғаны анықталады. Себебі сынау барысында дұрыс емес деген жерлер көп болған екен. Инженерлер плотқа ішінде құм толы қапты салып тексеріп көрсе, ол сырғанау барысында ұшып кете береді. Джефф Кеннери бұған қарамастан қызметшілеріне тестілеуді 3-6 айда емес, 5 аптада аяқтауын талап еткен. Джон Скулли мен Джефф Кеннериге байланысты үстінен іс қозғалады. Бірақ 2019 жылдың қаңтар айында адвокаты нақты дәлелдер жоқ деп оларды ақтап шығады. Солай Калеб Швабтың отбасына $20 миллион өтемақы төлеуге мәжбүр болады. Ал Феррюкт болса мәңгілікке жабылады. Осылайша видеомыз аяқталды. Әдеттегідей, осы видеоға 3000 лайк жинап тастайықшы. Оған қоса 30 000 жазылушы санына жетуге де өте жақын тұрмыз. Қанеке тіркелмегендер болса, тіркеліп кетейікші. Бізде осымен осы. Ендеше, сіздермен бірге болған және әрдайым бірге болатын QRF ұжымы келесі видеоларда кездескенше.